Ақымақ қасқыр ертегісі. Ертеде бір қасқыр қартайып, тістері түсіп қалыпты. Көзі де нашар көретін болыпты. Көмектесетін ешкімі жоқ, әбден қиналыпты. Бір күні ол азығын тауып жемек боп, жортып келе жатса, жайылып жүрген құлынды көреді. Қасқыр: құлын, мен сені жеймін. Ал құлын болса: мені қайтып жейсің, тісің жоқ қой. Ал қасқыр: ал мынау тіс емей немене? Құлын оған: қане, көрсетші тісіңді. Қасқыр аузын ашып: қара міне. Сол кезде құлын қасқырдың аузынан бар пәрменімен түйіп жібереді. Қасқыр есі ауып, құлап түседі. Біраз жатып, әрең дегенде есін жияды. Аштық қысқан қасқыр тағы да азық іздемек болады. Орманды аралап келе жатса, алдынан тігінші шығады. Тігінші темір кезін сілтеп қойып, ыңылдап ән салып келеді екен. Қасқыр оның жолын кес-кестеп тұра қалып: тігінші, мен сені жеймін. Тігінші қасқырға бір қарап алып: қайтейін, солай-ақ болсын, жей бер. Тек алдымен сенің ішіңді өлшеп алайын. Мен онда сиямын ба, жоқ па, білуім керек қой, дейді. Қасқыр оған: жарайды, өлше, тек тездетші, қарным ашып кетті. Тігінші қасқырдың құйрығын мықтап ұстап алады да: көлденеңі бір кез, ұзындығы бір кез. Көлденеңі бір кез, ұзындығы бір кез, деп қайталап темір кезбен бүйірінен ұра береді. Тігіншінің соққысы жанына батқан қасқыр жұлқынып, құйрығының жартысын қалдырып, әрең дегенде құтылып шығады. Қасқыр зорға ілбіп келе жатып, жайылып жүрген ешкіні көреді. Қасқыр бар күшін жиып алып: ешкі, мен сені жеймін. Ешкі болса: жарайды, жегің келсе жей ғой. Тек менің шандыр болған етім тісіңді қинайды ғой. Одан да сен ана таудың етегіне барып, аузыңды айқара ашып тұршы. Мен таудан жүгіріп түсіп, аузыңа өзім келіп кіремін. Қасқыр ешкінің айтқанын мақұл көріп, таудың етегінде аузын арандай ашып тұрады. Ешкі таудан екпіндете жүгірген қалпы қасқырды маңдайдан бір переді. Қасқыр есінен танып, құлап түседі. Қасқыр біраз жатып, әрең дегенде орнынан тұрады да: осы мен ешкіні жұттым ба, жұтпадым ба? Жұтсам, бүйірім шығып тұру керек еді ғой. Ол сандалбай мені алдап соққан шығар, деп өз-өзіне күбірлей сөйлеген қалпы тағы да азық іздеуге кіріседі. Қасқыр осылайша келе жатып, кенет бұтаның түбінде жатқан жемтікті көреді. Ой, бір тоятын болдым ғой, деп қуанып кеткен қасқыр жемтікке ұмтылғанда астындағы қақпан сарт ете қалады. Сөйтіп, кезінде талай бейшараның көз жасына қалып, зар қақсатқан қасқыр тұтылған екен.